Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Жалпы сіз кімге қанша уақыт өкпелеп жүрсіз? Өкпе дегеніміз қап-қара энергетика екенін білесіз бе? Білген бе едіңіз? Біреуге ашулану, өкпелеу ол әрбір адамға тән қасиет, тән эмоция. Бірақ соның ішінде ол қап-қара энергетика. Ішіңізге құйып қойған қара бояумен тең. Сондықтан тіпті сіздің біреуге өкпелеп жүргеніңіз, ренжіп жүргеніңізді ешкім білмеуі де мүмкін. Сондықтан біздің мұсылманда да айтқан, нағыз мұсылман 3 күннен артық біреуге ренжуге болмайды деп. Ол осы себепті айтылған. Өкпе, реніш сіздің тіпті рызық несібеңізді жабумен қатар ішкі органдарыңызды, организмдеріңіздің қаншамасын зақымдайды екен. Сонда өз-өзімізге зиян келтіріп жүрміз деген сөз. Біреуге өкпелеу арқылы. Тіпті ол өкпелеуге, ренжуге тұрмайтын да дүние болуы мүмкін. Тіпті ол сіздің өкпелеп жүргеніңізді білмеуі де мүмкін. Сондықтан өкпелеңіз, ренжіңіз, бірақ қойшы. Өзі айтты, өзі сонымен қалсын дей салыңыз. Өкпе, ренішті қуанышқа, шаттыққа ауыстыруға болады. Қуанып, шаттанып жүрсеңіз, керісінше жолыңыз бола бастайды. Қайсысын таңдар едіңіз? Ішіңізге құйылған қара күйе, қап-қара энергетика. Тіпті кейбір адамдармен сөйлеп жатқанда 10 жыл, 15 жыл, 30 жыл, 35 жыл бұрынғы өкпе реніштерін ұмытпай жатады. Сіз ойлаңызшы. Сол қап-қара дүние ішке, өтке барып, тас болып, бауырға барып, зақымдап, бүйректі барып отырғызып жатыр. Ойланып көріңізші. Сонда өкпенің пайдасы бар ма екен? Біреуге өкпелеудің өзімізге алып келетін қаншалықты зияны бар екен? Ендеше өкпе ренішсіз, жарқырап өмір сүріңіз. Кімге өкпелеген болсаңыз, кешіре салыңыз. Кетсінші дей салыңыз болды. Кезесіне жарқырап құлпырып жүріңіз.